Бесқайнар деген ауыл осы екен. Алматы облысы, Талғар ауданы. Бесқайнар деген ауыл таудың тек баурайында тұр екен. Осы жер тұрған жердің өзі 1650 метр теңіз деңгейінен биікте. Бұла қарай енді мен қазір үлгермеймін, өйткені жарты сағат жүрім керек кейін қарай қонақ үйге. Ар жағында тоғыз болады, таңғаз. Оған ертерек келу керек екен. Бесқайнар деген ауыл осы. Ана жақта бір төбе жатыр. Менде досым Мұқтардан қалыспайын, анда спортзалға барған сала береді. Мен де салайыншы бірінші рет. Бізде спортзалға барамыз. Жалғыз қара төбенің жігіттер емес. Атыраудың, оның ішінде Оралдың ескі әуежайында тұратын жігіттер де барады. Мықты бассейндер бар екен мұнда. Қазір бұған да келу керек. Мықты. Керемет. Тау деген мына жақта екен ғой. Қонақ үйдің арты тау екен ғой. Біз оны байқамай жүр. Тренингке қатысамыз. Тамаққа тыңқиып аламыз, жүріп қайтамыз есік алдында. Тау деген мына жақта екен. Мен екен мынау. Талғар шың емес пе екен? Жасұлан, мынау қай шың? Не, Әзекеден сұрау керек қазір. Білсе Әзеке біледі. Ал осы қонақ үйдің тұрған төбенің ең биік жері. Мынау шың дейтін. Біраз жерде, мынау осы жерден бір 7-8 километр жердегі жер тау. Мұнда бір төбе сияқты тау, ағашы бар. Ар жағы енді қар жатқандар ғой. Мынау Бесқайнар деген ауыл осы көрінісі міне. Таулы қырлы жерде жатыр. Әзекеңе жаздым тау барысына. Бұл Букреев шыңы дейді. Анатолий Букреев деген атақты Қазақстанның альпинисті. Эверестте басқа мықты тауларды бағындырған, шыққан Анатолий Букреевтің шыңы екен. Біз оны қайдан шыққанда? Бұл шың біздің Жасан екеуміз 23-те Әлихан Бөкейханов шыңына шықтық қой. Бұрынғы Фурманов 3500 бір нәрсе. Сол шыңға шыққанда бұл сол жағымызда қалады. Жақын жерде болды, бірақ қиындау шың деді. Яғни біздің Жасан екеуміздің шыққан жеріміз мына жақта болыпты ғой шамамен. Мына жақтың ар жағындағы шың. Сол жағында қалатын болса. Бәрі енді осы айнала ғой. Медеу бар, Көкжайлау бар. Алматының бас жағы ғой. Оңтүстік жағы былай айтсақ. Алатаудың баурайы деген осы. Керемет. Біз сияқты қырдың балдарына мынау деген тау деген керемет қой. Тау деген жүргін келеді, шыққын келеді, бағындырғын келеді. Мынандай жоталармен жүгіргін келеді екен, ормандарды аралап. Бірақ қаупі де бар әрине. Тауға шығу оңай емес. Қауіп көп бұл жерде. Ауа райынан бастап жыртқыш аңдарға дейін. Мысалы кеше түнде шибөрі, орысша шакал, білмейтіндерге сол шибөрі қазір дейтін енді қыс келе жатыр. Ұйығып бастады. Қатты ұлғиды екен, ұлып бара шиқылықтай ма, даусын жазып үлгермедім. Шибөрлер міне
күн салқындағаннан кейін таудан төмен қарай түсе бастайды дейді жергілікті адамдар. Таңғы 6:30. Асты сап-салқын. Мына жер жылы жоғары. Кәдімгідей. Былай жүріп қайтамын бұйыртса. Мына жерге дейін барсам. Жотаның мына жағы мол. Bu жақта да бос жатқан жоқ, кілең үйлер. Қонақ үйлер салып тастаған, қоршап тастаған. Мал мен тіке тартып жатырмын. Аяғымдағыдан ыңғайсыз кроссовкам. Алқаптың бәріне салып тастаған. Төбеге дейін салып тастаған. Демалыс орындарын. Алматы болмай жоқ. Көрінді ғой таулар. Бір төбеге шықтым. Бір төбеге келдім. Мына жағы екен төбенің. Асфальт жол мына шетке дейін барады екен. Мына жағына келдім. Енді мынаған шықсам. Бесқайнар ғой жаңағы. Сағат 7 болды тек қана. Аллаға шүкір. Жеттім. Шығысына шығып келе жатыр. Бір сағат жүрдім мына жерге дейін. 6:20-да шықтым қонақ үйден. Сағат 7:20-7:30 шамасы қазір. 2 километрге жақын жүргем. 1 километр 900 метр. Биіктік 300 метр. Қонақ үй 1500 метрде екен, теңізден кейінен жоғары. Мына жер 1800 болып тұр. Сондағы тек көтерілгенім 300 метр ана жерден. Қонақ үйді көрсең. 300 метр. Міне қонақ үй. Міне. Қоңыр міне. Қонақ үй. Бар болған 300 метр, бірақ осының өзінде біраз шаршап кеттім. Керемет тау деген.
Адам деген өзі қызық қой. Бір нәрсе ойлайды, жоспарлайды, бірақ қорқады жасауға. Қалай жасаймын, не істеймін, алдында не күтіп тұр, не болады деп қорқа соқтайды. Бірақ соны жасап кетсе, қолынан келсе, ісін бір жағынан шығарса, мақсатына жете қалып жатса, кәдімгідей мақтанады. Сосын ой, бізден қалған дым қиындығы жоқ. Баяғыда неге жасамай жүрмін солай деп. Сөйтіп бөсет сосын жан-жағына. Оның бір жақсы да бар, яғни көз қорқақ қол батыр дейді. Шынында да солай. Сондықтан көп ойланбай жасаған дұрыс. Шешім қабылдадың ба, тайсан ба, сосын тұрып қалма. Ақылмен ойла, жүрегіңмен сез. Тамшы теңіз жарады дейді, талап пен еңбек қой осының барлығын жеткізетін. Және мінездің арқасы шығар адамға қажеттіні алдыртатын. Ол да бір тауға шыққанмен бірдей ғой. Түрінен, алыстығынан, үлкендігінен қорқасын. Бірақ шығып көтеріліп жатсаң, төбесіне, белесіне, бір жотасына, бір қырына ілінсең, кәдімгідей сосын мақтанасың өзіңнің іс-әрекетіңе. Қолымнан келеді екен ғой деп. Сондықтан Алладан тілеп, өзіңе сеніп, адал іс-әрекет жасаған дұрыс. Бәрі тек жақсылыққа келеді. Жақсы нәрселерде, дұрыс нәрселерде ғана деп ойлаймын өзім. Мына жерде біздің арамызда туризммен айналысатын жігіттер бар. Жасланға сұрақ. Жаслан, мына жерде неге мына таудың, біз үшін тау енді, мына төбенің жартысын неге бүйтіп қазып, қиып алып тастаған? Үлкен экскаватормен алған сияқты қылып, күрек қасықпен алған сияқты қылып, неге олай істеп қойған деп сен ойлайсың. Айтшы жауабыңды. Шамын қанат жолдар бар екен, мені апаратын. Турбазы ма бір нәрсе болып тұр ғой. Ал осындай сұрақ, викторина.